Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен осындай керемет пиццериядағыдай болып шығатын болонезе пиццасын жасайтын боламыз. Егер де сіздерде алтын дұрыс шықпай жүрсе, осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де маргарита пиццасын жасайтын боламыз. Пиццаның оригинал рецептісімен сіздермен бүгін бөлісетін боламын. Ал ендеше ыдысымызға ұнымызды, тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды, сұйық май және де жылы суымызды құйып, салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Егер де сіздерде зәйтүн майы болатын болса, соны қосыңыздар. Тіптен жақсы болатын еді. Заттардың қанша мөлшерде қосатынын мен астына жазып кететін боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Рецептіні толық білу үшін соңына дейін қараңыздар. Мінекей қамырымыз дайын. Енді бетін салфанмен жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағатымыз өтті. Енді қамырымызды 4-ке бөліп, граммын өлшеп алсаңыздар да болады. 280-285 граммның арасында болады. Енді қамырларымызды домалақ пішінге енгізіп, тағы да бір сағатқа тындырып қоятын боламыз. Және де қамырдың барлық бөлшегіне май жағуды ұмытпаймыз. Ендігі кезекте ірімшігіміз, менде моцарелла ірімшігі, оны үкішіміздің ең үлкен тесігінен өткізетін боламыз. Және де бір пиццаға 150-180 граммдай сыр кетеді. Ендігі кезекте шұжығымызды дөңгелептеп турайтын боламыз. Қатты қалың емес, орташа етіп барлығын кесіп шығатын боламыз. Менде халал шұжық. Сіздер қандайын қолдансаңыздар да болады. Енді менде соусқа кетчуп пен майонезді араластырамын. Және де соусқа 1 шай қасық паприка тәтті, және де 1 тісше чеснок қосатын боламын. Ол деген ерекше дәм береді. Сіздер жасап көріңіздер, өте керемет дәм. Ендігі кезекте пицца болонезенің салмасын дайындайтын боламыз. Салмамызға 200 грамм фаршымызды 1-2 минуттай қуырамыз. Және де кішкене тұз, 1 шай қасық паприка, 1 пияз қосып 10 минуттай қуырып аламыз.
Қамырымызды жұқа етіп жайып, бетіне фаршты, дайын болған фаршымызды салып, және де бетіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, пешті алдын ала 15 минут қатты қыздырып қоятын боламыз. Және де ең басты құпия деп айтсам болады, 5-6 минут. Ең көп дегенде 10 минутта пісіретін боламыз пиццамызды. Одан көп болатын болса, ірімшігіміз күйіп, және де қамырымыз қатты болып қалады. Мінекей, біздің болонезе пиццамыз пісті. Өте керемет, өте дәмді. Ең бастысы оригинал рецепт. Осы рецептпен түсіріп көріңіздер, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Ендігі кезекте пепперони пиццамыз жасаймыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып, бетіне соусымызды жағамыз, және де үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, бетіне шұжығымызды қойып, бұны да 6-7 минут, ең максимум 10 минут пісіретін боламыз. Егер де рецепттер ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және қоңырау жұмысын басуды ұмытпаңыздар. Керемет пепперони пиццамыз дайын. Сіздермен болған меруерт ас болсын.